Бүгін қазақ халқы ұлттық музыка өнерін әлемге танытқан атақты дирижер, ұстаз, ғажайып музыкант Шамғон Қажығалиевпен қоштасты. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптары оркестрін 50 жылға жуық сиқырлы саусақтармен басқарып талай сахнаны сазға бөлеген дирижерді шәкірттері музыкамен шығарып салды. Шамғон Қажығалиев 1927 жылы Батыс Қазақстанның Бөкей Ордасы ауданында өмірге келген. Ата-анасынан ерте айырылған талант иесі Алматы консерваториясының халық аспаптар факультетінде домбыра, скрипкашы және Ленинград консерваториясында опера симфония дирижері мамандығын меңгерді. Ол музыка өнеріне қазақ, орыс, шетел классиктердің еңбектерін енгізу үшін аянбай еңбек етті. Шамғон Қажығалиев Кеңес одағының халық әртісі, Қазақстан мемлекет сыйлығының лауреаты. Қарағандыдағы Тәттімбет атындағы халық аспаптар оркестрінің негізін қалады. Менің түсімде Шамғон Қажығалиев тек қана қазақ дирижер емес, бұл бүкіл әлемге әйгілі дирижер. Себебі біз уақытында одақ көлемінде, одан шетелде талай гастрольде жүрген уақытта бұл кісі үлкен танымал және басқа мемлекеттің, басқа елдердің дирижерлары үлкен құрметпен бас иеді. Сол себептен біздер әрдайым осы Шамғон Қажығалиевтің салған сара жолын алғата жалғастырып, біздер енді коллектив жүргізіп жатырмыз. Осы кісінің ісін арғата жалғастыруға біздер тиістіміз. Бар ғұмырын ән өнеріне арнаған Шамғон Қажығалиевтің жүрегі ауыр кеселден кейін тоқтады. Қазақ музыкасына сүбелі үлес қосқан талант иесі Алматының Кеңсай шатқалындағы зиратқа жерленді.